Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін өте дәмді пирог жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқа қантты қосып, жақсылап 3-4 минут араластырып аламыз. Одан соң сұйық майымызды қосып араластырамыз. Ұнға разрыхитель қосып, оны да салып араластырып аламыз. Жартысын бөлек ысқа салып, какао қосып дайындап аламыз. Противенді майлап, 1 қасық ақ начинкадан, 1 қасық шоколадный начинкадан салып, осылай тіс шұқығышпен жақсылап узорын жасап аламыз. Дайын болған пирогты духовкада 180 градуста 40 минут пісіреміз. Пісіп шыққан соң осылай сгущенка жағып ұсынсаңыздар болады. Мен неге осылай жасадым? Қыздарым мектепте торт аламыз деп ақша алып кетті да, үйге әкеліп жеді. Сондағы торты осы зебра пирогы. Соны көрген соң мен өзім жасап беруге тырыстым. Жасап, тура солай сгущенкасын жағып, жағып болған кейін холодильникке салып қойдым. 1-2 сағаттан кейін уже кесіп ұсындым. Қыздарыма қатты ұнады. Анашым тура асханадағындай ғой, осы торт ұнады бізге деп торт деп жүр ғой. Мен сіздер де жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Балаларыңыздың мектепте не жеп жүргенін қарап, соны үйден өздеріңіз жасап берсеңіздер болады. Сіздермен болған Жансая.